алынған үш қасиет дейді, адамды керемет етеді дейді. Бұлар ұлы жомарттықтың жоғарғы сыйлары. Біріншісі жемісті дарын, сұңғыла ақыл, екіншісі, үшіншісі нәзік мына нәрсе. Жақсы ойлап табу ұлы артықшылық. Әбден ойластырып алу, ол одан да бұған жақсыны бағалай білуді қосу керек. Дарын омытқада болмайды. Әйтпесе ол өткір ойдан гөрі ыждағатқа көбірек ұқсар еді. Дұрыс пікір бұл парасаттың жемісі. 20 жаста сезім, 30-да дарын, 40-та ақыл басым болады. Сілеусіннің көзі сияқты сәуле төгіп тұратын ақылдар бар. Түн не ғұрлым қараңғы болса да, ол солғым жарқырайды. Әрқашан ең қолайлыны табатын бақыттылар болады. Мұндайларға көп нәрсені жақсы жасадың сәті түседі. Бұл жемісті еңбек етуді сыйлайтын бақытты қасиет. Ал жақсы мына нәрсе, бұл адамның бүкіл өміріне көбірек керек көріп беріп тұрады дейді. Жаңа сұңғыла ақыл, жемісті дарын, үшіншісі нәзік мына нәрсе деп айтып өтті. Соңғысы жақсы мына нәрсе адамның бүкіл өміріне көріп береді деді. Екі зат па сонда? Бірақ нәрсе екеуі де.